Ассалаумағалейкум, құрметті ағайындар. Ұлы жеңістің 70 жылдық мерейтойы қарсаңында барлық ардагерлерімізді мерейтойларымен шын жүректен құттықтағым келіп отыр. Осы ұлы отан соғысына арнап халық композиторларымыз біраз әндер мен күйлер жазған. Соның бірі маңғыстаулық күйші құба түздегі құлан өрісті қазақтың ардақты ұлы Мұрат Өскінбаев атамыздың аттаныс күйі мен жеңіс күйін орындап беруге рұқсат етіңіздер. Алдымен шығу тарихына қысқаша тоқталып кететін болсам, Мұрат күйшінің замандасы Сәттіғұл ақын армияға топтанып кетіп бара жатқан солдаттарға аузыменен ән шығарып, өлең шығарып жүр екен дейді. Сонда Мұрат екең, мен енді аузымменен ән шығара алмаймын ғой, қоштасу деп бір тартайыншы деп тартқан екен. Сонда кейіннен академик Ахмет Жұбанов мына соғысқа кетіп бара жатқан боздақтар оралмай ма қайтадан елге, сондықтан бұл күйдің атын аттаныс деп қояйық деп күй аттаныс аталып кеткен екен. Және осы күймен қоса 45-ші жылы жеңіске жеткеннен соң қуаныштан шығарылған Мұрат Өскінбаевтың жеңіс күйін орындап беруге рұқсат етіңіздер. Алдымен орындалатын Мұрат Өскінбаевтың күйі аттаныс. Қабыл алыңыздар.